Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер, апа. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай сіздердің? Тамаша. Балалар, бүгінгі оқу әрекетімізде сендермен дүкенге саяхат тақырыбында оқу әрекетімізді бастаймыз, иә балалар? Сендер дүкенге барғансыңдар ма? Иә. Мен сендерге дүкен туралы түсініктеме айтып өтейін, иә балалар? Дүкенге біз не үшін барамыз? Дүкенге біз өз қалауымызды, затымызды сатып алу үшін барамыз. Кассаға ақша төлейміз, иә балалар? Сосын ол бізге қалаған затымызды алып береді. Сендер бардыңдар ма дүкенге? Иә. Мен магазинге барып, машина сатып алам, одан кейін оны төлеп кетем. Кім айтады кәні? Айнис айта ғой. Маған дүкенге барған ұнайды, өзге қошақ сатып аламын. Мен ақшасын төлеп пакетке салып кетемін. Балалар, біз қандай дүкенге келдік? Асхат дүкенге кіргенде не айтамыз? Бірінші? Жарайсыңдар. Бірінші міндетті түрде амандасып кіреміз, иә? Сосын өзіміздің қалаған затымызды сатып аламыз. Балалар, біз қазір Асхат дүкеніне келдік. Асхат дүкеніне біз қазір сауда жасаймыз, иә барымыз? Ол менің бала күнім, өзіңдей бағалы күн, еркелеп жүретін, білініп шалалығым, сағындым сол күнді, менің балалығым. Ол менің бала күнім, өзіңдей бағалы күн, еркелеп жүретін, білініп шалалығым, сағындым сол күнді, менің балалығым. Келсе ғой бала күндерім, тек жалғыз қалауым менің. Бөленіп шын бақытқа, оралсам сол уақытқа, бала боп қалатын едім. Бөленіп шын бақытқа, оралсам сол уақытқа, бала боп қалатын едім. Ол менің бала күнім, өзіңдей бағалы күн, еркелеп жүретін, білініп шалалығым, сағындым сол күнді, менің балалығым. Ол менің бала күнім, өзіңдей бағалы күн, еркелеп жүретін, білініп шалалығым, сағындым сол күнді, менің балалығым. Балалар, бүгінгі осы оқу әрекетімізде дүкен туралы тақырыпта өттік, иә? Кім қалай түсінді? Дүкен дегеніміз не? Дүкенге біз не үшін барамыз? Дүкенде кімдер тұрады? Кімдер істейді, иә балалар? Кім жауап береді? Кім не түсінді? Айтыңызшы. Бірінші дүкенге келген едім, сәлеметсіз бе деп кірем. Сосын ақшасын төлеп, бірінші ақшасын төлеймін. Содан кейін машинамды алам, содан кейін рахмет деп кетем. Кім айтады балалар? Айта ғой самал. Магазинге барғанда мен анашым екеуміз барамыз. Анашыма алып болмау үшін көтеріп тұрамын. Анашым сосын әр нәрсені алып береді. Оны төлеп кетеді.